Армысыздар күштернамыздың күшті көрермендері, бұл әдеттегідей кітапхан бағдарламасы. Бүгінгі құрам Нұржан Арман, Бақытжан Қахар, мен Еркебұлан Бердалы, және де біздің арамыздағы үздігіміз, сүздігіміз деп айтылама олай. Кітапхан Хамит Ердехан. Қатты драйвпен бастадым Хамиге. Битет. Тұратсаңызшы. Мен сөйлесіп алайын көрермендерімізбен. Құрметті біздің құрақты да тұрақты көрермен. Біздің құрақты да тұрақты демеушіміз бар. Ол әрине Қасым кітап баспасы. Қасым кітап баспасы. Менікі білесіз ғой, онша мен шығып қалады. Қазақстанның Саскасы деп айтайын деп жатыр мысалы. Не ол Саскасы? Алдараспанда Саска дейтін бар еді. Нұржан өзің бірден айта сал енді. Қасым кітап баспасы. Керек емес басқасы. Ең төресі осы мен үшін. Әдем. Осы ма? Шахматы мен шашкасы. Балдар сәл қарайып қалған ау деймін. Басқа жобадан әрең суырып алдым Хамиге. Кеше қалауым болды. Мен бүйтіп сөйлесем, мен сәл көтереміз бөлі. Ой, көтерсеңші Хамиге, көтеріліп отырсаңшы Хамиге. Қалай бұлай, ыңғайлы ма? Қалайсыз Хамиге? Сол бөлді кітапқа кіріп кетіпсіз ғой. Бірден кітаптан бастағыңыз келіп отырсыз. Кіріп кететін кітап болып тұр. Нұржан мен баға біраз болды бағдарламаға келмегелі, болмағалы. Сағынбадыңыз ба? Жас иіс бе? Жас иіс. Сен екеуі да бүйтіп жүрсіңдер. Қайтып. Қайтып. Ойынға барып қайттыңдар ма? Астанада болды. Айтпақшы, Астанаға жайдарман қойып қойды жігіттер. Міне Баха Эверест командасының капитаны 4-0 қып бой сұрата кім тұттыңдар? Алмалы құрамасын ұтты. Ұтатындай команда. Қазақстандық команда. Иә, қазақстандық. Мынау Қарабет бүкіл Қазақстанды Өзбекстанға жеңілдіріп, Өзбек елінің командасы. Шум балалары. Сөйтіп, сборный Өзбекстанға ұтылып қалдық. Ұтылып қалдыңдар ма? ұтылып қалды. Сборный Өзбекстаннан команда келіпті. Иә. Сборный емес анау, бір районның балалары шығар Өзбекстанда. Со жақтың назар аударлары кетті ғой. Жоқ, со жақтың хамекеңдері. Хамекеңдері со жақтың. Сондай адамдар кепті. Сонымен біз қазақ қашанда қонақты сыйлаған халықпыз. Сол үшін дайындалмауды жөн көрдік оларға. Осындай жаңалықтар болып отыр Хамеге. Біздік жаңалық емес қол. Әлемдік жаңалықтар да. Макслер. Бокс тасты ғой, просто өзбектер жеңіп кетті. 1920 жылдары жазылса да, мына кітап жаңалық болып тұр маған қазір. Бір ғасыр алдын жазылған болса да, мына кітап жаңалық болып тұр. Сендердің айтып отқандарың онша жаңалық емес. Бүгін қандай шығарма алып келдіңіз Хамеге? Бүгін енді осы күнге дейінгі жобаларымыздан сәл ерекше болайын деп тұр. Бүгінгі санымызды мен Анекдот алып келдіңіз бе? Мағжан Жұмабаевқа арнағым келіп отыр. Мен қазір енді өзім Мұхтар Шахановты жақсы көремін ғой, негізі өзім. Мұхтар Шахановты жақсы көремін, Төлеген Айбергеновті жақсы көремін. Мұқағали Мақатаев, Фариза Оңғарсынова. Жоқ, мен бірінші көп сияқты ғой. Мен өзімнің нем бар, өзі жақсы көретін. Келе жатыр едім ғой негізі. Ортасынан қосып жібереді, сен өзіңкін айтпаса. Мұхтар Шаханов, Төлеген Айбергенов, Қадыр Мырзалиев, Ұлықбек Есдәулет, Мұқағали Мақатаев, 5-ші орында. Күләш Ахметова, Фариза Оңғарсынова, 7-ші орында. Оны ары қарай енді мені айта салсаңызшы. 8-9-ға ше бір. Сол ары қарай Дәулетхан Жақсылық. Кім бар тағы? Бірінші анаңды сүй еді ғой. Қанша адам кетіп қалды оның алдын. Бірақ мына Мағжан Жұмабаев, бұл Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетінің тарихындағы ең алғашқы, енді ол кезде жазушылар көп болды ғой, ақындар көп болды. Қазір де көп. Қазір де көп қой. Жаңа мен айтып жатырмын ғой, әлі де қазіргі күнге де, оған дейін де, одан кейінгі де ақындардың ішіндегі жақсы көретіндерімді айтып шықтым өзімнің. Енді әркімнің өзінің жақсы көретін, жанына жақын жаңағыдай нелер болады ғой, жан әлемі ұштасып, кәдімгі өлеңдерінің ішінде өмір сүре алатын деген сияқты. Сөйтіп мен біраздан бері өзі бір Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері толғандырып жүр. Оқып жүрсіз ба? Соңғы кездері. Мағжан Жұмабаевты оқып жүрсіз ба соңғы кездері? Жоқ, соңғы кездері жалпы бұрыннан оқимын ғой өлеңдерін. Бірақ
қанша бір ғасыр алдын жазылған өлеңдер болса да оның несі әрі түсі оның тереңдігі әлі кетпеген да. Қазіргі таңда да бір кеше алдың күні жазылған өлеңдер сияқты сиясы кетпегендей болып тұрады. Кейбір ақынды осы бір замандардағы ақындардың бір жазу мақамына қарасаң сәл бір ұқсап келеді ғой бір-біріне. Бір ана ұйқастары бір сәл ұқсап келеді. Көбіне бір ұйқастары да бір қиын бір ұйқастырып жібереді арасынан ше. Сондай ақындардың арасында бұл кісі мені кәдімгідей тәнт етті. Бұған дейін бірен-саран мысалы қазір Мағжан Жұмабаевты білеміз, сен қандай өлең білесің? Білмейсің мысалы. Жоқ, мен жастарға сенемін. Сөз жарың ғана білесің ғой сен? Арыстандай бот, жолбарыстай қайратты. Мен жастарға сенемін. Вот бір қатар бар еді тағы да. Қандай күшті қанат. Сен қандай өлең білесің? Мен жастарға сенемін білеміз. Толқыннан бірінші соны айтатын ше. Мен жастарға сенемін. Одан бастау керек қой. Толқын деген өлеңі. Сен тақырыбын айт та, өлеңіңді айт. Толқыннан толқын туады, толқын қуады, толқынмен толқын жарысады деп басталып кете беретін өлең. Бит қойсай солай кете бересің ғой. Көзіңді бит қойды ары қарай. Сен же Нұржан? Мен Бақаға сенемін. Алатау өспейді екен, ауыздан алып аты түспейді екен. Кәрілер киелі ерай деп күрсініп, жастары ер ұрпағы біз дейді екен дейді. Не болды сонда? Ештеңе түсінбедің ба? Көзі бақырайып. Жас. Түсінбеген бәле. Қандай сөздер болып отыр ана жақта. Қамшымен осып жібересіз ау қанеке. Қамшымен осып жібересіз ау деймін да бір. Қамшы әкеп қоймайсыңдар ма? Бүгін Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасын әкеп тұрмыз. Бәрекелді. Бұған дейін тек қана шығармалар, повестер, әңгімелер, романдар оқыдық. Бүгін бірінші рет осы Мағжан Жұмабаевтың поэма жанрындағы туындыны бүгін бірінші рет бір қалай болады екен көрейін деп. Өткен өзіме қатты ұнады да. Ұйқаспен айтасыз ба қазір? Ұйқаспен айтып бересіз ба? Дагынса. Жоқ, мен кәдімгі өзім түсінгенімді айтамын ғой. Мына бір өлеңдерін қара мысал үшін. Арасында өйстіп өлеңдерін айтып отырамыз. Көңілде қайғы қалдырмас қандай да болса үш нәрсе. Көкорай шалғын, ағын су, әдемі жарың әсіресе дейді. Андай. Мынау күшті екен. Бұл әндегі де күшті, сен мағынасына онша бара бермедің ғой. Біліп айтатындар ризамын. Өзгеден де ең сұлу, өмірлік дос тең сұлу дейтін. Өзім сүйіп ұнатқан бәрі сен сұлу. Қандай сөздер, өзгеден де ең сұлу, өзімнен де ең сұлу ма? Өмірлік дос тең сұлу. Өзгеден де ең сұлу, Самовлюбленный. өмірлік дос сен сұлу. Соңыз деп отырсыз ба қамеке? Сүйіп ұнатқан. Тауып беремін қазір. Бәрінен де сен сұлу. Бүгін жай үйсіз кітап оқып отырамыз ба? Өлең айтып отырады. Иә. Мына, қойшы Батыр баянды бастай берейік. Батыр баян поэмасы бұл жерде Мағжанның маған қатты ұнағаны, бірден Батыр баянды бастап кетпей, бұл Батыр баян жырын жазуға не түрткі болды. Мына жерінде бір тұнып қалған жаңадай шер, іш құсалық барлығын бірінші шығарып алып барып, солға ағынға қарай кеткен жаңа Батыр баянның өмірі арқылы жалпы ерлердің тағдыры, ерлердің елмен сабақтастығы осы жайында әдем қозғап кеткенде былай бастап алады. Мысалы анау бірден бастамайды да, осындай көкшенің жерінде уақ деген елінде деген сияқты олай басталмайды да. Жүрегім мен зарлымын жаралығы, сом өмір абақты ғой саналыға. Қызыл тіл қолым емес кісендеулі, сондықтан жаным күйіп жанады да. Қу өмір қызығы жоқ қажытқан соң, толғанып қарауым сол баяғыға. Түйіннің 90 түрлі шешуі бар, әдемі ертегідей баяғыда. Әдемі өткенді ойлап айнымасам, сұм өмір күшті уын аяды ма деп бастап алады бірінші. Не деген кәдімгідей андай, ана жақтан ақ келеді тереңмен. Кәдімгідей риза болдым. Мына бір жерлері маған қатты ұнады.
ертегі уатпай ма баланы да, сөз сиқыр ғой жазбай ма жараны да, ақын да бір бала ғой айға ұмтылған еркімен өз ақ отқа барады да, жай тақтақ жабайдан жол қалғанда, қанды ор боп ақын жол қалады да, ойлайды күңіренеді, толғайды ақын күрсініп көзіне жас алады да, ақында адамзаттан дос болмайды, жалғыз ақ сырын сөйлер қаламына дейді. Осылай бастап алады. Жалпы бұл жерде Ақында дос болмайды екен ба сонда? иә, мына бір сөздер ақында адамзаттан дос болмайды, жалғыз ақ сырын сөйлер қаламына. Жалпы анау кімнің, Мұқағалидың да өлеңі сабақтасып тұр ғой, жерде Фариза жан Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз деп. Жалғыздың жарығыдай деген сияқты, олардың барлығы жалғыздықта сезінген ғой өздерінің жан дүниесін, шынайылықта. Ешкім түсінбеген ба? Иә, бұларды ешкім түсіне білмеген, өйткені бұлардың өмір кеңістігі, өмір танымы деген мүлдем басқаша болған. Бәрібір. Біз қазір түсінуге тырысып жатырмыз ғой енді осы кісілерде. Барынша. Иә, барынша. Енді ол кісілердің шынымен ақ ойлағанын біз ойлай білетін болсақ, ол кісілердің түсінгенін түсіне білетін болсақ, ол жақсы негізі. Баяғыда дамып кететін еді ғой ондай болса. Мына кітаптың ішінде өзінің жалпы не қылғаны да бар. Осы шариғат жайында, ислам жайында да жазылған өлеңдері бар. Жалпы ораза, намаз деген егер риясыз болатын болса деп ше. Жаңағыдай. Қазіргі күнге де келетін қылып айтқанда, Инстаграм ше, ауызашарға осынша уақыт қалды деп қойып бір салып қоятындар деген сияқты. Инстаграм туралы айтып кеткен ба сол кезде? Енді соның өзі айтып тұр ғой жаңа, егер риясыз болатын болса деп ше. Ораза мен намазың. Соны айтып тұр. Сонымен Бурабайдың жағасында дейді. Сол мен енді пайымдауымша Бурабайдың жағасы. Иә, Бурабай жақсы, Көкшетау жақ. Бұл енді менің пайымдауымша бұл кешегі Бурабай жақ шығар? Қызылорда жақ. Жоқ. Анау азат ету аттаныс жорығы бар ғой. Қабанбайдың да оңтүстікке қарай кететін жағы. Дарабозда айтылған ба? Сол кездерде сол бір дәуірлер мен уақытын тұспалдап әкелуге тырыстым да, өйткені әртүрлі жазушы өзінше бергенде тарихты. Бір оқиған емес, бірақ жан-жақты. Менің тұспалдауымша мынау қазір менің айтқалы жатқан бірінші уақытын айтып алайын деп жатырмын да. Біздер кешегі Дарабоздан да хабарларың бар. Сәл бір сол ғасырларды сезінсін деп жатырмын. Енді бірден бастап кете салмай. Сол Абылай хан қол жинады дейді. Сол қолдың ішінде бірақ Қабанбай айтылмапты. Поэмада Батыр баян туралы. Жоқ, басқа батырлар да бар ғой. Абылай хан қол жинады дейді. Осы өзінің несінде, ордасында сол кезде жаңағы Қанжығалы қарт Бөгенбайдың өзі жаңағы қарт деп айтқанына қарағанда, ол соңғы уақыттар. Қанжығалы қарт Бөгенбай, Бәсентиін Малайсары, Елшібек батырды айтады. Одан кейін жаңағы кешегі Бұхар жырау, барлығы. Мына жерінде де бір айтып кететіні барды ғой, осының қарсай. Осы Абылай ханның уақытысын айтып отырып, мына бір жерді айтып кететінін айтам да. Бауырында Бурабайдың қалың ағаш, көкшенің жалыменен біткен жалғас, арудың ақпен өрген тұлымындай қарағай қызыл қайың тал аралас, ертеде жел өтпейтін қызыл ағаш, дариға бұл күндерде жап-жалаңашты. Қыста ма? Қарасай, қандай қыста? Бұл қазіргі мынау ненің кезі ғой, орыстардың әптен жаңағы батып тұрған кезі ғой. Бұл күндері жап-жалаңаш деп жаңағыдай саяси алып кетіп тұр ғой. Саяси жағынан жалаңаш ба? Киімсіз. Бурабайдың арзан кезі ғой. Жалаңаш. Осы уақытқа дейін шығармалар жайында айттым ғой, нелер жаңағыдай роман, повесть, әңгіме, бұл үйреніп қабетті соғанша. Иә, қазір соңғы уақыттарда қатты жағаласпай түсініп, поэма алып келген басынан бастады ғой бұл. Қиын ғой. Қараса мен соның өзі мынау Батыр баянның жырының ішінде соны мына бір саясатты да қозғап жіберіп жатыр да. Дариға бұл күндерде ертеде жел өтпейтін қызыл ағаш, дариға бұл күндерде жап-жалаңаш дейді. Қыс қой қамеге. Жапырақ түседі, соны айтып отыр. Ертеде дегеннің бәрі жаз ба сонда? Жоқ, сол қыста жазған шығар. Сол мезгілді.
күз ба жапырақ түсетін қай кез өзі? Қалай түсіндің сен? Нені? Бұл бақаға сені ол. Өзбекшелеп сөйлеп жаныңды алайын ба? Шайлығып қалған жүрегіңді. Жо керек емес. Мана бұл жерде үшіндей диапты ки, қарағай қызыл қайың тал аралаш дейді. Ертеде ел өтмейтұғын қызыл ағаш дариға деген сөз жоқ барады. Дориға. Битсе болады. Вай өлей. Шу күллерді яб-ялаңаш. Қыңсылап қашып кетсе. Сол жаңағы бүкіл батырлары жиналып енді кімдер айта бастады дейді жаңағы қасындағы жыраулар, билер Абылай ханға болды аттан айтыңыз батырлар аттансын, жорыққа шығайық. Абылай ханның кімге қарсы? Сол совет жоңғарлар соңғы жорықтар менің ойымша. Жоңғарларға қарсы ма? Менің әңгіменің екі-үш мен тек бүгін поэма жайында сөйлейміз. Осы поэмада мен қазір осы поэма біткеннен кейін тағы да толықтырып өтем. Өйткені қазір мен бұл жерде айтатын болсам, мына поэманың желісіне шығып кетейін деп тұрмық біз. Сол үшін мен пока желіні бітіріп алайын. Одан кейін барып ары қарай тағы да түсінбей қалған жерлеріңді айтасын. Одан кейін мен саған түсіндіріп беремін. Мен айтам, уайымдамаңыз. Оған мен күмәнім жоқ ешқандай. Ұйқаспен айтыңыз. Оған ешқандай күмәнім жоқ. Сөйтіп бүкіл батырлар жиналды дейді. Мына жоңғарларға қарсы соңғы жорықтардың бірі ма? 40 мың қол жиналған болатын болса, ол сол бір Қытайдың келетін кездері сол. Сол шама. Қытайдың кездері бұл жерде жаңағы ұса серен дейді. Ұса серенмен Ұса серен деген жоңғарлар ма? Иә, жоңғар екі серен бар. Ұса серен, қалдан серен шығар екіншісі. Бәрі біледі. Ұса серен. Ұста серен. Уй деп келді серен. Сен сирена қап келдің ба? қос қондайшы. Апрельская сирена. Не қылды? Буравайда сирен жоқ қой. Не қылды? Жалаңаш. Бұтақтар ғой. Апрельде қалдан сиренді сыйлайды екен. Жоңғарлар. Мен ұтқан береке. Нұржанға болмайтын нәрсе айтып отырмын. Жоқ. Сендер күліп алсын деп жатырмын мен. Сендер мені күтіп отырсыңдар ма? Сізде айт бастасаңшы енді хамеге. Оқып алсын деп. Ұса, одан кейін серен екі қонтайшы екен. Серен деген бөлек па? Иә, серен. Ұса, серен екі қонтайшы. Мен қалдан серен дегенге сондай бір басқа серен шығарда ойладым. Сөйтсем серен деген өзінің аты екен бөлек. Ұса мен серен. Сонда ұса серен, серен ба? Осы екі қонтайшы әлі қазақтың жерінде, мына іленің мына шығыс жақтағы несінде, шекара жағында. Мынау сол Барқыт белді барлығын қабанбайлардың азат ететін жорықтарын біз дарабоздан айтқан болатынбыз. Сол кездерде, сол бір уақыттарда ар жақтан Қытайдың да жақындап қалған кезі. Өйткені ол туралы да деректер бар. Қытайлардың ар жақтан келіп, бұлар жаңа Қытайдың қолтығының астына кіре бастаған кездері. Жаңағыдай Қытайға кіріп кетті де, кірмеген жерге кіріп кетті ғой жоңғарлардың көбісі. Әдем айттыңыз. Енді солай ғой деп жатырмын енді. Өзің біліп тұрған. Сөйтіп анау тойларда ше, бастықтар отырған тойларда сөйтіп бәке деп неғқан кездерде қабылдап ше, сондай мақтауларды ше. Сөйтіп ана жаман пәтқаліндер барғанда орысша, бәрі қазақ барғанда орысша орта болып атады ғой, у нас бәке деп. У нас великий дейді ғой, великий деген сөздер қосып. Сонда елестетіп жүрдім де өзімше. Сөйтіп Абылай хан бүкіл батырлар жиналды, жаңағыдай үлкендер жағы бөгенбайлардың өзі айтып қалды дейді, ана жерде не істейміз, мына жақта қаншама 40 мыңға жуық қол жиналды дейді. 40 мыңға жуық қол жиналды дейді. Сол мына екі қонтайшы бастаған үлкен тағы да бір осы соңғы қолдарының бірі соларға қарсы жорық. Сөйтіп Абылай ханның қабағына қар жауып үндеме отырды дейді, біраз уақытқа дейін. Анандай ешқандай бұйрық бермейші, батынып ешкім ештеңе дей алмады дейді бәрібір. Бірақ аттанды беріңіз деп отыр. Ондай да жарлық бермей жатыр дейді. Сонымен бір кезде батырлардың барлығы жиналады дағыны, алдында кездестірмеген
билердің аты бар екен да. Қанай деген, шешен Қанай деген. Осы Қанай деген кетті лақ. Сондай отқа жоқ па. Қанай деген шешенді сол жерде жіберіпті. Михабая ма? Михабая жіберген ба? Жоқ, барып Абылай хан айтсаңызшы деп, мына жақта қаншама қол. Қанай шешенге айта ма? Сол кезде ол кісі барып Абылай ханға не істейміз, жүреміз ба, сіздің бір ауыз сөзіңізді күтіп отырмыз деп айтады ғой. Сөйтсе Абылай хан Батыр Баян қайда деп айтады дейді. Көкшенің жолбарысы Батыр Баян қайда деп айтады киносында. Көріп пен киносын? Жоқ. Көріп пен киносын? Сен жаман өтірік айтасың, ше? Что-то соңғы кезде сен күмәнданатын болдың мен мынаған. Менің атым Батыр Баян дейтін кино емес па? Екінші шықты. Бұл оңбаған қамеге, сіз бұл жақсы көріп жүрсіз ғой. Бұл бұлшы түрі бүлк етпейді қарсаңызшы. Түрінде ешқандай бір не жоқ қананың бар. Я, деп қойып кете береді ғой ары қарай. Түрінде ешқандай бір екі ойлылық жоқ қой. Деп. Нақты көрген. Сен көргенсің Батыр Баян киносын? Мен соңын көргем. Соңы есімде қалған. Ана Батыр Баянды көтеріп алады ғой. Вот сол соңы ол Батыр Баянның несі тағдырында емес ол. Өтірік па? Өтірік емес ол анша дарабозда айтады. Өткенде мен дарабозда ол қатты маңызды болмаған екен, ол жерін айтпай кеттім оны. Ол жерге бұйырып тұрған шығар ол. Ол кино әдемі шықсын деп солай жасаған шығар. Ол ілгеріде ол бөгенбайлардың алдында. Мынау Батыр Баянның өзі мынау Ер Қосай деген, Ер Көкше деген батырлар болған екен кезінде. Көкшетау деген сол Көкше. Батыр көп болған негізі бізде қамеге. Ілгеріде Батыр Баяндар жоқ кезде. Бері қарай. Иә, жоқ кезде ілгері. Сол Ер Қосай. Ары ма ілгері деген бері ма? Ары. Ілгері деген ары ғой. Ары ғой, ілгері. Ілгері, иә. Ілгері. Бері қалай айтасыз, беріні? Білгері? Бері қарайда батырлар, Бері қарайды білгері дейсіз ба? Ілгері, бері қарай дейсіламыз ғой. Әбізетін басқаша айту керек па? Онда ары қарай бері қарай дей берсеңші, ілгері бері қарай деп адам шатастырмай деген. Мен сен шатастырып отқан жоқпын мен. Ілгері деп айтпайшы, басқа не дедім мен? Ілгері дедіңіз, былғары дедіңіз. Сөйтіп Сіргелі дедіңіз. Сол Ер Көкше, Ер Қосайдың уақтың батырлары, солардың ұрпағы екен осы. Батыр Баян Сары деген ағасы бар екен. Екеуін кейін тарихта қосып Сары Баян деп айтатын дейді. Оны Шоқан Уәлихановтың жазбаларында кездестірдім мен. Сары Баян деп екеуін қосып айта салады да. Ағайынды. Ағайындылар екеуінің ерлігі жайында ел аузында әңгіме болған кезде Сары Баян деп қосып айтқан екен. Сіздерді Ерке Хамит дей ма, бірге айтса? Екеуіңіз бірге айтатын болса? Екеуміз ба? Иә. Қара Хамит. Батыр Баян келмей, енді Батыр Баян ол жерде осы Шоқан Уәлихановтың жазбасында айтады, Абылай ханнан сұрайды дейді ғой, 300-дің ішіндегі батырлардың ішіндегі ең өзіңізді жақсы көретін батырларыңыз кім деген кезде Қабанбай деген ше? Бөгенбай мен Қабанбайдан кейін Батыр Баян деп айтады. Үштікте ма? Үштікте. Үздік үштікте. Бірінші бәрібір Бөгенбай, жолы да үлкен, жасы да үлкен, денесі де үлкен, бойы да үлкен. Бөгенбай, Қабанбай екеуі қатарлас қой олар. Месси мен Роналду ғой. Бөліп жарамайсыз ғой. Анау Батыр Баян енді ол бөлек. Анау сборныйда жақсы, анау клубта жақсы. Үйде соғысқанда, сыртта соғысқанда деген сияқты ғой, типа. Сонымен Батыр Баянды өзі жақсы көреді екен. Батыр Баянның өзін осы кезде ардагер деп айтады. Соған қарағанда Батыр Баян 1757 жыл қайтыс болған екен. 57 жыл мен шатаспасам 1714 жыл туылған екен. Енді сәл бір-екі жыл ары бері несі бар ғой енді оның нақтысында деректерінде. Сол 57 жылдар қайтыс болған болатын болса 43 жасында өмірден өткен екен. Мынау сол жалпы өмірден өтетін уақытына сәйкес. Тұрыңыз қалай? Абылай қай жыл туылды дедіңіз? Қай жыл туылды дедіңіз? 1714. 14. 1757. Қайтыс болды. 47. Қос жасында дейсіз ба? 43 емес па? 43. 43. Тура түстің ба? 43. 42 ма? Жаман өзіне сенімсіз көкелер болатын еді ғой. Бірден айтып болып. Біз папам да сөйтетін еді баяғыда. Хамит дейді, сөйтеді өзі ойланып қалады да, бірдеңе сұрайын деп. Кейін барып, папа десең, мейлі дей салады. Хамит дейді, папа десең, мейлі дей салады ана өзі ойымен ше.
сол сияқты соңғы жорықтардың бірі бұл кезде жаңағыдай аттаныс жорықтар көп болып тұрған кездер Батыр Баян келмей аттанбаймыз дейді ғой Абылай хан. Сөйтіп ол ненің барлығы не істеді жаңағы енді бүкіл батырлар ана жерде Бөгенбайдың өзі айтып қалады ғой нағып келмеді екен Батыр Баян, неге олай жасады екен бұл, келмей қалатын болса шынымен ұят болатын болды ғой деп. Бүкіл батырлар атқа қонған кезде аттаныстың кезінде ешқандай жауынан қаймықпайтын Батыр Баян келе жатыр дегенде атынан ат үркейтін Батыр Баянның жорыққа келмеуі не болды екен бұл дейді. Бірақ Абылай хан Батыр Баян келмейінше Батыр Баянды күтеміз дейді ғой. Ол қатты ол мен мүмкін шығып та кетер ме тағы бір күн күткенде, өйткені ананша қолды қашан ұстап тұра бересің. Дәл анау кешегі Хиуадағыдай ғой, Қоқан жорығындағыдай ғой. Сонымен Бөгенбайлардың өзі де солай жүрек тап қалған кездер. Солар батырлар, біраз батырлардың арасында әңгімелер кетті дейді, не үшін келмеді екен, қалай болды екен деп. Ол былай болған еді дейді. Батыр Баян содан біраз уақыт алдын жоңғардың бір несін шауып, бір көшін шауып, сол жерде жоңғарлар жаман өзі не болады екен ғой жаңағыдай. Өтірікші, сондай болған екен да, көбінесе алдап кетеді андай. Қулау шамалы. Қулау. Бақа жоңғар ғой. Қулау ма? Жоңғар емеспін деп алдаса. Түрі бұрын түскен сурет сияқты ма? Бақаның фамилиясы Сирен. Ат жағы жасыл болғаннан кейін ба? Бақа Сирен. Сөйтіп бір сондай жорықта бір көшті шабатта Батыр Баянның қолы бір жүзге жуық әскермен. Ол жерде қатты бір дүние мал-мүлік бола қоймады дейді ол көште. Есесіне біраз қыздарды, біраз бойжеткендерді алып қалған екен сол жерде дейді. Сөйтіп Батыр Баян сәл көңіл толмай, онша түспепті ғой бұл жолы, ол жада онша емес екенде бет бұрыла бергенде бір сұлуға көз түседі ғой сол жерде. Жоңғардың сұлуына. Оны атын мына неде поэмада атын нақты айтпайды, бірақ неде Есенберлиннің көшпенділерінде Құралай сұлу деп айтады. Құралай Сирен. Құралай сұлу. Серен дейсің ба? Ол енді ана суреттегенде өлтіреді енді ана қыз өте сұлу. Ол онша-мұншаға бет қарай қоймайтын Батыр Баян қаншама жорықтарда қаншама арулар түсіп жатыр дейді. Қаншама арулар таңдағанда ол өзінің екі әйелі бар екен ол кезде. Бәйбішесі Тоқалы. Онша-мұншаға селт етпейтін Батыр Баянның өзі бүйтіне ақ қалды дейді анаған. Бір қараған кезде өзі сұлу дейді енді ана. Сен ешкімге бермеймін деген Сорамасын деген. Енді мына бір біртүрлі әсер етіп отырсың. Мағжан Жұмабаевтың мына бір төгілген шашы деген өлеңі бар, аз ғана. Осы бір өлең арқылы сол қызды сипаттап жүрсем мен мысалы үшін. Әрине. Төгілген шашы, қиылған қасы, керілген маңдайда, тістері меруерт, бейне қар мамық ет, кез келсең мұндайға, жалындап күйіп, бір ғана сүйіп, өлсең де болмай ма дейді. Ой бұл. Дәл осы кеп тұр да. Құралайдың сұлулығы өлім ба? Содан Қамеге сіз қап кеткенсіз шешінді. Батыр Баян бөліп қалды ма? өзінің сол жерде үнемі қасында жүретін досы, інісі, жалпы оң қолы қасында жүретін Жанатай деген батыр болған. Сол Жанатайды шақырып алып айтады ғой, ана қыз менікі дейді ғой. Ана қызды неғмаңдар дейді. Сөйтіп Жанатай ана жігіттердің бәріне барып айтады, ана қызды неғмаңдар. Сөйтіп оқшаулау шығарып оны как положено, бұл Батыр Баяндікі, ешқайсының көздерің түсіп жүрмесін. Соны Батыр Баян алып кетеді оны бәрі. Батыр Баян үйіне келген кезде қатты сүйсініп айтып отырсың ғой. Аз неге әкеді? Күшті айтып. Күшті ғой? Батыр Баян алып кетеді. Сонымен ауылына келеді. Ауылына келген кезде енді 15 жастағы Ноян деген інісі бар екен оның. Бірақ Батыр Баян сол жаңағы қыздың әкесін сол қыздың көз алдында өлтірген екен да. Сол неде жорықта ше. Сол Құралайдың әкесін көз алдында, иә. Құралайдың әкесін көзге атқан ғой. Енді әдейі кинодағыдай бір көз алдында бүйтіп анаған қарап өлтірмеген шығар енді. Қыз байқап қалған шығар.
Жоқ, енді басында олар басып алды ғой, сол иә сол сәтте ғой. соғыс қой, соғыс барысы. Құралайдың әкесі емессің ба деп сұрамайды ғой. Жоқ, Құралай байқап қалған да сол Батыр Баянның. Өйткені сол бұл қыз, соның қызы болғаннан кейін ол жаңағы өлген әкесі қолбасы ғой сол жерде. Ол қолбасыны кім өлтіреді? Батыр Баян өлтірмегенде. Сөйтіп өзі сондай ханның қолбасының қыздары әдемі болады ғой өзі. Өзі сондай болады ғой, байдың қыздары да әдемі бола беретін еді. Өйтіп андай неде крузакта кетіп баратын еді ғой, ренжіп ше. Кімге ренжіп кетіп баратқанын білмейсің де, солардың ше. Крузакта кетіп барады, ренжіген күшті ғой, иә. Светофорда бүйтіп шаштарын ең қымбат үлгімен прическа жасатып, макияжында ең қымбатын жабыстырып алған бетіне, киімдері де сондай, машинасы да сондай. Ренжіп Эландрамен отырасыз ба дейді. Мәз болып. музыка тыңдап ше. Мен сондайларға әдейі қарамаймын ғой. Ал деп ше. Қарамаймын деп. Басында бір байқап қалам бейт. Бір байқап қалам. Қарамасаң бәндегілердің бәрін қалай байқап жүрсің деп. Қырағы көз мүлт жібермейді ғой. Жоқ, оны мен анандай айуандықпен қарамаймын енді. Бірақ Қайуандықпен қарайсыз. Қайуандықпен қарайсыз. Қайуандықпен. Жоқ, қ. Сонда да уандықпен дегендер көрсі. Уандықпен қарай. Айуандықпен өз, күн уандықпен қарай. Анырбай десе, қандай бай деген сияқты ма? Ай сенде. Итшелеген ит өмірің ай. Сөйтіп енді ана қыз сұлу десе сұлу. Өзі енді бұл жерде бірақ ана қыздың ренжіп тұратындай бар екен. Әкесінің көзін шөлтіп отырса деп крузакта отырса да болады. Иә, байдың қызы ғой. Байдың қызы Айдана ма? Байдың қызы. Араласа келсек мінезі жақсы болып шыға ма? Или мінезі жақсы болып көрсетеді деген сияқты. Қанша бай болсам да қарапайым деп. Range Rover айдап жүріп. Сөйтіп ол қыз жақында біреу тастап кеткен сияқты. көп сөйлескен сияқты. Біреу тастап кеткен сияқты жақында. Бірақ ол қыздың дәл сол жерде, бірақ мына поэмада ол жерге қатты тоқталмайды. Қызды алып келіп үйіне әкелген жері бар дағына. Ал Ілияс Есенберлиннің көшпенділерінде былай тоқталады ол жерге. Жаңа қыз көз алдында әкесі өлген кезде көз жасы көл болып сол жерде зарлап жылаған кезде сол Батыр Баянға да соны қарғады деді да. Батыр Баянға сен де күн айналмай әкемнің күнін кеш, болмаса сен де мен сияқты өкіріп жылады. Кейін ол қыз өзінің Батыр Баянға үлестірілгенін білген кезде ол біріншіден осы нәрсе, осы бірінші кек тұрады да. Қалайда ма? Ол қалайда мен осы нәрсені істеймін деген кек тұрады. Сөйтіп інісі бар екен дегенде інісін көрмей жатып бірден тықы тағалады ғой оның жүрегі мына жақтан деп. Бұның жанды жерінен ұстайын деп. Құралайдың ба? Жоқ, Құралай, Батыр Баянның. Естіп қояды ғой енді. Інісі бар деген естеді ғой енді жолда. Сөйтіп Батыр Баян өзі де айтқанша інім бар деп. Жоқ, Батыр Баян сөйлескен жоқ ол. Сөйлеспеді ма? Батыр Баян үйіне келгеннен кейін де сөйлескен жоқ. Сен киносын көріп пе? Жоқ. Киносында соңғы есімде дедім. Киносында вообще сөйлеспеген ғой. Жалпы кинода көп тек диалог жоқ қой. Үйге кел. Иә, ана қызы қасына келіп ше, қызы. Сәл бүйтті. Осындай сахналар көп киносында. Сәл тисе ма? Жай келіп ше бүйтті. Документальный фильм көрмедіңіздер ма баяғы анау ең бірінші тіл қалыптаспаған кездер. Тапжылмай көру керек екен мынаны. Қызды алып келеді, алып келген кезде енді Батыр Баян қатты ғашық болып қалады да, енді батыр болғанмен енді ол Баян жалпы көп емес, жалпы еркектердің әлсіз әйел ғой. Мықтымын десең өзіңді осыны айтса білетін шығарсың сен. Мықтымын десең жоқ, ол жерден бастамайтын шығарсың. Қай жерде басынан бастаса әйелді, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең өзіңді әйелге барып дәлелде. Әйелде шөліңді содан басасың. Бұл арға айтпайын баға. Мен де жатқа білемін. Әлемнің мәні әйелде, әйелдер мәңгі жасасын. Әйелді жеңген адамдар жатыр екен жындыханада дейтін бар.
естімей қалдыңыз ба? не дейді? Есіме келген Естімей қалдыңыз. Мақұл. Нұржан, мен сені құтқардым. монтажда бір құтқарсаңыз. Жалпы Нұржанды естімей қалайын да мен. А, Бүкіл ол өмірге келгенінше. Құдай сақтасын. Естіп жүріңіз. Естіп жүріңіз. Нұржан Еститіндей бала. Алтын жігіт қой. Нұржан жақсы жігіт. Сол үшін ғой футболка киген бүгін. Сонан Батырбаян енді ол қыз білді дейді Батырбаянның өзіне қатты ғашық болып қалғанын. Батырбаян шынымен ғашық болып қалды ол жерде. Анау барлығын алып тастаңыздар сіздер, анау қызды анау басқа бір нелерден, соғыстардан солай келген әйелдерді алған кезде бір сезімсіз бір күшпен қосыла салған сияқты көреміз ғой біз өзіміздің түсінігімізде. Солай көрсетеді ғой қамай. Солай көрсетеді, бірақ ана дарабозда олай көрсеткен жоқ қой бізді. Дарабоз бізге соны айтты ғой. Қабанбай айтты ғой маған. Тұтқынға түскен қыздарға таңдау беріледі ғой. Мен мына көк жолбарақта таңдап кете беретіндер ше. Сол сияқты. Бірақ мына жерде Батырбаян шынымен ғашық болып қалды. Ол оған дейін ешқандай қыздарды көрген кезде ол мән бермейтін дейді. Алмайтын да дейді. Қыздардың қасына жақындамайтын дейді ол дейді. Бірақ ана қызға қатты ғашық болып қалды дейді. Ол енді болды, сендік. Сендік. Жоқ, сенсің деп айтып жатқан жоқпын мен. Әлі де болсын мына жақтында шығарамай жатырмын да ол нәрсені ше. Өзіңіз сенбей тұрған сияқтысыз. Өзім не қылып жатырмын да. Ана жерде Батырбаянның да Батырбаян болып жүре бермейді, ол да адам баласы, ол да жігіт. Оның да жүрегі бар. Сонымен ол ғашық болып қалады да, бірақ сол кім сезеді оны? Жаңа қыз сезеді да аны бірден неде жаңа Ілияс Есенберлиннің несінде айтады, бірақ ана поэмада жоқ. Ертерек ауылына барып некесін қиып ертерек құшуды аңсады деп Батырбаян солай айтады. Ол сезім кімге айтқан? Құралайды ма? Енді сол жерін. Бірақ неде Мағжан Жұмабаевта ондай жері жоқ. Сонымен келген кезде алдынан Ноян шығады, бірақ Ноян мен Батырбаянның махаббаты қандай әдемі көрсетілген негізінде. Аға әні махаббаты жаңа Есенберлиннің романында да мына жерде де кәдімгі көке деп құшақтап алдынан шығып, сол кезде Ноянның көзі бірден артындағы қызға түседі ғой. Артындағы қызға түседі да, сол жерде Батырбаянға қайтып келеді ғой алдына. Ол алдында Батырбаяннан қанша сұранып жүреді екен Ноян. Мен де барайын жорыққа, мен де барайын, асықпа деп. Өз жасы 15-ке 16-ға жақындап қалса да, Батырбаян сәл ерте саған әлі деп ертпейді екен. Енді туған інісі уайымдайды, жақсы көреді. Сөйтіп еркелеп келеді да, ана қызды бүйтіп бір атымен бір айналып келіп Батырбаянға келеді ғой. Көке, неңіз бар маған бұл жорықтан деп жайлап бастайды ғой. Неңіз бар? Неңіз бар өз бұл жорықтан. Батырбаян, бұл жорықта онша не болмады деп. Андай. Тек өзіме қатты ана өзім әрең таптым. Жоқ, енді ол енді бірден түсіне қоймайды енді Ноянның. Өйткені басқа жорықтардан да солай енді ат беретін шығар, сәйгүлік, қылыш беретін шығар, бір жақсы басқа нәрселер беретін шығар, шілей қыз бермесе де. Сонда бірден ала салмапты, брелок бірден алып келмепті да. Магнитик брелок сияқты бірден әкелмепті да деймін да. Қандай сияқты? Магнитик брелок сияқты ештеңе әкелмепті да деймін да жорықтан. Інісіне ше? Інісіне ма? Соны беріп жүре салатын. Міне де толтырып. Мәнді. Сөйтіп футболка ма, я? Сөйтіп жақсы көретін Батырдың бұл жауықтан көп нәрсе түспеді деп неғылған кезде келеді. Артыңыздағы сұлу ше дейді. Ол келесі жорықтан аласың ондай қыздарды дейді Батырбаян ше. Ол тимедің ба? Оған тиме деп айтамайды, бәрібір айтамайды да. Ол ондай аруларды келесі жолықта мен саған уәде беремін, келесі жолықта әкеп беремін деген кезде жоқ аға дейді ғой. Осы қыз деп анау қасынан бір айналып шығады да. Бір айналып шығады да тынады ғой енді, қатты сұлу енді ана қыз. Жоқ аға. Осы қыз. Ана сөйтіп Батырбаян ішінде күйіп баратыр, жақсы көреді Батырбаян, қатты ғашық болып қалған. Сөйтіп та інісін де жақсы көреді. Інісін де көңілін қиғылмай тұр. Ол дей берген кезде артынан жаңа қыз сөйлейді ғой, қыз көке деп. Қызда жерде не болып тұр? Қазақша біле ма? Қулау болып тұр ғой. Қазақша таза біледі. Ол кезде көбісі қазақша жақсы сөйлеген екен. Қазақ тілінде айтады деп жазады. Сол жылдары негізі көбісі қазақша сөйлеген сияқты ғой. Қазір ғой. Қазір жоңғарша сөйлейтін. Сөйтіп көке шынымен
ініңізге несін қалдырмасаңызшы дейді. Көңілін қалдырмасаңыз. Какая ақылды қыз деймін. Екеуміз кеп тұрған сияқтымыз ғой бір-бірімізге дейді. Сөйтіп Батырбаян бүйтіп бұрылып қарап тұрады да жібермей жатыр ғой ішінен. Сөйтіп жарайды, кейін сөйлесеміз ол мәселені деп. Сонда да Жүріп кетеді, несін бермейді. Қатты сұлу болып тұрмасын да ана. Несі сөзін бермейді. Сөйтіп ары қарай кетіп қалады Батырбаян енді өзінің қатты сұлу болғанда інісі де 15-те ғой жігіттер. қыздан да басқа тірліктері жетеді. Кетіп қалады да сонымен енді Шашы анау болса ғашық Ноян болар мен еді. кім? Ноян мен қыз екеуі сайларда жиі кездесті деді ғой, содан кейін екеуі түнделеді. Жаңағы қыз бен екеуі. Сөйтіп жүріп бір-біріне қатты ғашық болып. Батырбаян білмейді. Батырбаян білмейді. Батырбаян басқа жұмыстары бар, үйіне әкеп қойды, болды әйтеуір бір Көлсай ма? Қандай сай? көрерміз деп, Көлсай ма? Көлсай? Қандай сай деген бұл? Әшейін сайлар ма? Көлсіз сай шығар енді. Сайлау. Көлсіз сайлар ма? Көлсіз сай шығар. Ақсай. Сонымен, бірақ ана қыз ернін сүйгізуден арғы апармады дейді. Сайда. Түнделетіп сайда біраз кездесті, бірақ ерінен ары бармады. Ернен ары бармады. Оны қыздың өзінің ойлағаны болды Планы ғой. ғой, жоспары Ол ғой. одан арыға баратын болса, ол сөзін өткізе алмай қалайын деп тұр ғой Ноянға. Түсіндің ба? Ноянды солай бүйтіп өзіне антықтырып. Сонда Хамеге бүйтіп Ноян тұрады деп па? Сөзін өткізу керек қой енді. Сондай ма? Ноян тұрады. Ноян осындай ма? Құшей. Енді әңгімеңізді енді. Сол сүйісіп жатыр ма? Шіркенішті махаббатқа жібердің ғой. Қалай енді? Білмеймін қалай екен менен. Саған постановкасын қойып бермейтін жам сол жердің. Болды ғой, сол жерде кеттік қой, болды ғой. Жаңа әдемі ойнатып едіңіздер ме? Басындағы тақиядан ұялсай. Болды. Ешім Анау неде романда былай жазады. Құралай қып. Иә. Тақияны бере салыңыз деп. Братан қолын бересің. Көшпенділерде рұқсатын берді деп жазады. Кім? Есенберлин. Болмаса көшпенділерді Батырбаян ше, Батырбаян. Батырбаян берді деп Батырбаян екен үйленуге рұқсатын берді деп жазады. Осы рас сияқты. Ал поэмада мына кітапта Батырбаян негізінше қалады. Ол рұқсат бермейді. Кейінге қалады. Жалпы ол шешім бермейді нақты. Көреміз дейді. Сөйтіп та бір күні түнде қыз айтады ғой. Ноян, мен сенің маған ғашық екендігіңді ешқандай күмәнім жоқ. Менің де саған ғашық екендігімді ода да ешқандай мен күмәнім жоқ дейді. Мен жақсы көремін сені дейді. Бірақ Бұл өтірік па, рас па? Өтірік айтып тұр ау. білмеймін енді, бұл жерде ол жақсы көрсе жақсы көріп тұрған шығар, бірақ Ноян сұлу жігіт дейді енді. Ноян Батырбаян да өзі келбетті жігіт екен негізі. Ұзын бойлы, денелі, кәдімгідей реңді жігіт екен. Ал Ноян одан сұлуырақ екен дейді. Ана қыз Ноянды көргенде бірден құлады деді ғой. Үйдің кенжелері әдем болады ғой негізі. Иә, мен де кенжесімін ғой. Мен тұңғышым. Ноянды көргенде бірден құлады деді ғой. Ғашық болса ғашықта болып қалған шығар. Өзі ерке жігіт, Батырбаянның інісі. Онда еріннен ары кетті ау Хамеге. Білмеймін. Мойынға ма? Иә, бір мойын құлақ. Еріннен арыға жібермеді деді. Өйткені еріннен арыға бару үшін осы бір шартты айту керек болды қыз. Қандай шарт? Ол былай, мен сол неде осы көшпен кетіп бара жатқан кезімде дейді, Батырбаян келіп біздің ауылды тиді. Енді олардың ойынша Батырбаян келіп шауып кетті ғой, енді ол Батырбаян енді өзінің жерін азат етіп жатыр ғой деп түсінбейді ғой. Оларға қаншер болып көрінеді ғой олар. Енді әкесін өлтірді ғой, көзінше қызды түсінуге болады. Иә, сол қызының кек қақып кетті жүрегінде. Көз алдында әкесі өлді Батырбаянның қолынан. Сонымен отырады да, сол мен кетіп бара жатқан кезде шешем заржылап қалып еді. Егерде сол жақта Алаш жұртында қалып, тек Алаш жұрты деп айтады осы жерде ше. Алаш, Абылайдың кезінде де Алаш. Сөйтіп сол жақта қалатын болсаң да, мені ұмытпай келіп бір алдымнан өтіп, тірі болсам батамды алып, өлі болсам басыма, молама келіп, әйтеуір бір рұқсатымды алып кет деп маған өсиет етіп еді. Анамның осы өсиетін мен аттап кете алмай тұрым. Мен сендікпін қаншанда. Мен саған осы бір шартым бар, екеуміз барып, сол анамның алдынан өтсек дейді. Анасы тірі. Анасы қазірше тірі, иә. Оның айтып жатыр ғой, жаңа ғана айттым ғой, егер тірі болса батасын алып.
өліп кеткен болса моласына барып жаңағыдай өздерінің бір гүлдері бар екен сол жоңғар салтында қоятын. олар Хамеке көш дедіңіз ғой жаңа, көшпен кетіп барады ғой. Қай жерде қалды анасы? Сол шекара жақтарда көш дегенде бір кетіп қалмайды айдалаға. Сол тауып барайық деп тұр ғой. Тауып барайық деп тұр ғой анасын. Іленің несі ғой, Іленің арғы несі. Ана батырларға жас қыздарды алып жаңа анасы ұнамай қалған болып тұр ғой. Тастап кеткен ба? Білмеймін. Ол нәрсеге мен мүлдем ойланбаған екенмін. Айтып отырмын. Сомен Ноян жас қызға кемпір ойланып келеді дағына шешімін береді ғой. Сол жерде. Жарайды дейді. Барсақ барайық, ананың алдынан өтейік. Ол крышасы кетіп қалады Ноянның да, ана қызға. Енді 15-те ғой бала. Сомен екеуі қатты ғашық болып қалады. Батырбаян да ғашық болып қалған. Ноян да ғашық болып қалады. Сомен түнде барып недегі Батырбаянның өзінің мінетін жорыққа мінетін айғыры бар, аты бар екен, тұлпар көк. Ол тұлпар көктен бөлек тағы 2 аты бар екен. Ана болдырғанда шаршағанда тұлпар қара. Сондай жер. Цветпен бере берген жер деген аттар. Светіне қарап қоя бермеген шығар. Сөйтіп сол 2 атты Ноян алып келді дейді. Сөйтіп екеуі сон атты мінді дағына, сонымен шапты. Оны екеуінің кетіп қалған ертесіне түсауа білді дейді. Ауылдың ақсақалдарының бар. Хамеке менің ойымша Батырбаян білмеді. Батырбаян рұқсатын да бермеген сияқты. Білген жоқ. Батырбаян білген жоқ. Екеуі қашып кеткен болса. Батырбаян білген жоқ. Сол ғой. Батырбаян ол інісіне толығымен сенеді, ол ешқандай не кірбің жоқ ода. Ешқандай. Батырбаян үйінде жатқан кезде ауылдың ақсақалдары келді деді ғой. Кім Ноян, інің Ноянмен жоңғардың қызы жоқ. Батырбаян үндемей қалды дейді, өзінің үйінде отыр дейді, үндемей отырды дейді. Анау Есенберлиннің романында айтады, інің елге қарадақ жақты. Бірден, Енді шешім өзің қолыңда батыр деп түгізді. Жарайды, бара беріңдер деп шығарып салады. Енді бұлар үшін інісі жоңғардың қызымен қашып кетті ғой. Сол қашып кетті. Ағасының істеп тұрған қызы ғой енді ол. Енді қара, хатта жазып тастап кетіпті. сөйтіп үлкендер жағы солай айтады да, ол бара беріңдер оны деп жібереді. Неде тек қана естіртеді. Сонымен бір кезде Батырбаян олардың қашып кеткен, одан кейін анау саятшылық жасап келе жатқандар недегі атбегілер келеді ғой, 2 тұлпарыңыз жоқ деп. Және де бір саятшы келеді, бір саятыңыз жоқ деп. 2 атты сол Ноянмен жаңа жоңғардың қызының мініп шауып кетіп бара жатқанын көреді, анық. Ешқандай күмән қалмайды. Фотосы бар. Інісі дәлел бар. Жауға қашып кетті ғой. Қызды алды жауға. Ол деген жаман нәрсе болды анау жерде. Алаштың арына сатқын ғой былайынша. Таңба сатқындық болып тұр. Батырбаян ешқандай отырды, ойланды, бекінді дейді. Ешқандай сауыт сайманын алмай, қылыш ештеңесін алмай, сол жерде не дейді, бір қыпшақ садақ деп айта ма, сондай бір тарихи бір нені айтады, сондай стильде жасалған бір садағы бар екен, әдемі. Сол садақты іле шықты дейді кәдімгідей. Сөйтті да соның қорамсағының ішінде бір 2-3 қана жаңағыдай сауыт десер деп айтады ғой, әшейін садақ емес енді ана. Жебе емес. Жебе, сауыт десер. Соның беліне байлады да атып үйден шықты. Сөйтіп шыққан күйі жаңағы тұлпар көгіне отырды дағына, сол кеткен бағытты не қылып тұрып, тұспалдап тұрып, аттың басын жіберді дейді. Көп ұзаған жоқ. Сол бесіндердің кезінде жетті деді ғой, қуып ол. Жетіп алды ма? Анау аты бәрібір мықты дейді да, ана екеуі тұлпар болған. Аналар 1,5 күн қашты ғой негізі. Жай кетіп бара жатыр ғой енді, олар әңгіме айтады. Айтып қойып, арасында сайға тоқтап. Арасында сәл жүріп қойып, арасы сай деп. Анау 2 атты бүйтіп айтады. 2 ат енді олар жорыққа барған жоқ қой олар. Ат шаба алмай ма? Жоқ, тоқ та тоқ. Май бар тоқ. Анау жорықтан келді, тұлпар көк. Ол бабында суып кәдімгі дайын тұрған. Сонымен жақындай берген кезде кім 5 минуттай ма? Екеу кім қыз айтты деді ғой, тез шабайық, жетіп алады деген кезде ол Ноян сезді деді ғой, Батырбаян бәрібір жетіп алатын. Батырбаян қоян бәрібір. Сөйтіп аттың басын бұрды деді ғой Ноян. Не күлейін деп отырсың, айт, мен ең маңызды жерін айтайын деп отырмын. Бетің бит. Хамекесіз ана Нұржанның бақаң айтып отқан, естіп отқан жоқсыз ғой? Не деп жатыр, айтсын маған, естейін ал. Батырбаян жетіп алады бәрібір деген кезде, енді Батырбаян ғой дедіңіз ғой. Сол кезде мынау тұрды да, негізі атты мақтау керек қой деді. Мен
негізі ма? батыр баян жүгіріп келатқан жоқ қой Сеті дейді. бері қара да. Атаң басы. Ей, Бірден арқадан ей, тура осы жерден мен жатқа білмеймін, бірақ мағынасын айтып бере салайын. Қадыр Мырзалиевтің өлеңі бар. Бәйгеде озып шықсам өзі емес аты озды дейді, аты озды дейтіндер бар, жаяу жарыс кезінде сына мені дейтіні бар. Не болды бұл сонда? Атын мақтау керек қой деп тұрды енді ана жерде. Жаяу жарыс кезінде сына деген. Сәл келің келмей қалды. Түсіне алмадың ба? Иә. Мен түсіндім. Түсіндіңіз ба? Болды онда. Мен түсіндім, значит, бірдеңе бар ғой, Значит, Ерекең түсінбеді, значит, бірдеңе точно бар ғой. Түсінбеді, онда точно бар ма? Мен неғымай қойын ба? Вперед па? Болды. Екеуіңіз бірдей түсініп қалсаңыздар, сәл апасын. Бірдеңе жоқ ау. Түсінсе ол әлсіздеу болуы мүмкін ба? Татыбы мынау түсініп қоятындай. Әңгіме Нұржаннан басталған сияқты. Мына сәл толған ау деймін, Иә, толықсып әдемі болып отыр. Айдың соңғы толып отыр. Айдың соңы? Ертең туам. Жақында. Айтпақшы. Сонда сен Қамеге. хижра жыл санауы бойынша жүресің ғой, Қамеге айтпақшы жақын арада ғана Нұржан мен Бақаң туған күндері өтті. Жақында? Иә, жақында ғана өтті. Қай күндері? Мен ғарышкерлер күні 12 сәуір. Міне. Сен? Мен Нұржандар күні 6 сәуір. 6 сәуір. Екеуі. 6 сәуір. Араға бір апта салып туылыпты. Екеуі ма? Құрдас па? Құрдас, түйдей құрдасыңдар ма? Иә, бір жарым жыл ма арамыз. Әдемі. Құрдас? Қалай 1,5 жыл болады? 1,5 жыл келмейді ғой. Иә, 1,5 жыл деп бұл хижра ма жаңа сонымен жүр ғой. Қанша ғасыр өтіп кетті оны сен? Анау сенеді Бақаға. Анау айтады ғой, қазір психологтар, коучтар айтады ғой, бала тәрбиесі мәселесінде ше, уақыт бөліп, балаңмен кәдімгідей үлкен адамдар сияқты әңгімелес дейді ғой. Отырып, кәдімгі тыңдап оларды. Мен де сөйтіп аламын ше арасында. Сендермен ше сөйлесіп. Мені қызым не дейді десе, анау екінші Жансұлу не дейді десе, әдейімен отырып әңгімелесем екеуімен. Сөйтсем Жансұлу айтады, папа дейді, біз әңгімелесе отырып қой дейді. Сөйтсем ана Шүрек айтады үлкенім, папа әңгімелесе берекші тағы да деп қасына отырып. Әңгімеге жағын кімге тартқан? Үйсетіндер бар ғой. Сонымен жаңағы Ноян Біреуге жабаса. Ноян бұрылды дейді. Ноян бұрылды. Ноян бұрылды дейді ол. Ноян өзі бұрылмағанша атпен бұрылған. Аттың несін тартты дейді да, анаяқтан тартты сөйтті да атынан түсті дейді ол. Түсіп бұрылды. Түсіп жақын Ноян қалтырап кетті деді ғана жерде. Енді ағасы келіп тұр. Ағасы, әшейін ағасы емес қой, Батырбаян келіп тұр. Алаштың Батырбаяны келіп тұр. Сосын Қамеге ашулау қатты. Өте. Қаттыдан да ары. Қатты дегеніңіз мына жерлерден да ілгері. Иә, бүйтіп мына жақта тағы нелер бар. Қаттыдан да мықты қандай не бар? Алмазный. Қатты деген. Алмазный дейді. Ой, қатты. Сонымен қалшылдап кетті дейді Ноян. Жақындай бере көке кешіріңіз, романда кешіріңіз деп айтты дейді, мынада тек қана көке дейді. Поэмада. Көке дей берген солат, мына жерден несін алып тағына ол Батырбаян өзін айтады ғой, ақылы дейді. Ақылы сол үйде қалды деді ғой, ана. Ақылы үйде қап кетті дейді. Ашуды ұстап шықты ғой, иә, тек ашумен шығып кетті дейді. Ақылы қалды дейді. Бірақ ақылы кейін келді дейді, бірақ кеш болып қалды дейді ол кезде. Келген кезде. Ақылында ат жоқ қой, үш ат осы жақта ғой. Ақылы атсыз келеді ғой жаяу. Жаяулардың жарысында жүр ол жаңағы. Тоқта деп бақсын. Сөйтіп, иә, сол көп жерде сол жаяу келіп қала береді ғой, бәріміздің ақылымыз. Қасымызда қатар шауып, болмаса өзімізден бұрын жетіп алып, сол оқиға болатын жерде отырса. Келдің ба ше? Беркелді ше. О, бармаймыз ғой біз. Беркеді. Ана ашудың несінен теуіп, иә? Берге десе қойдыш дейді жақсы. Қойдыш. Содан алдау садағын. Сол жерден оғын алды да тартып келіп жіберді дейді. Сауыт десермен. Әбден ата салдың. Иә, әбден қолы мүлт кетпейтін қырағы болған қол тура жүректен келіп қадалды деді ғой.
тілге келген жоқ, сол жерден сылқ түсті дейді. Сол кезде дәл қасына жаңағы ару келіп, ол да келіп көке дей берген сол еді, екінші жебені тартты дейді. Ол да мүлт кеткен жоқ дейді, ол да үстіне түсті дейді. Сол жерде атымен айналып екеуін біраз жүрді дағына, аттың үстінен Батырбаян құлады деді ғой бір кезде. Ақылының келген сәті сол. Не істедің деп. Иә. Құлады дейді. Ана өлеңде киносында анау кемпірдің даусымен өлеңі бар ғой, Азалы ше. Сол тексті мына жерде бар. Құладың ау жан балам дейтін ба? Жоқ. Жан бала, Мына. Батырбаян дейді. Мен бір несін айтып берейін мына жерде. Жаман анау жаныңа тиетші. Анау осы жерде зарлады дейді да. Батырбаян жаңағыдай тізерлеп отырып көп жылады дейді. Соны мына текстпен мынаны әдемі қылып жазған, анау несінде киносында өлеңмен әдемі кетеді ғой мынау. Жорыққа қу қалмаққа жүрдім неге, жорыққа қу қалмаққа жүрдің неге, табына көкбөрідей кірдім неге деп жаңа Азалы қылып айтады ғой. Естіп пе едің? Айтып берейін. Мынау жоқтау ма? Қарсы тәтті баласа тал жас сұлуды көр болғыр екі көзім көрдің неге дейді. Өзің не деген сөздер қаш. Садақтың жүрегінен тартып кетпей жалындай бауырыма сап келдім неге дейді. Жыландай садақты тастап кетпей бауырыма салып келдім неге дейді. Әйелдей баса алмайтын жүрек жанын есалаң жүрекке ердік бердім неге дейді. Әйелдей мен еркек емес пе едім деп тұр ғой. Не деген терең жазады, мен риза болдым ше Мағжан Жұмабаевқа. Әйелдей баса алмайтын жүрек жанын есалаң жүрекке ерік бердім неге, буынып сол боз үйден шықпай өлмей атылып оқ жыландай тұрдым неге дейді. Ана үйде отырып ойланды дедім ғой. Ойламай белді бекем будым неге, қозымды қас дұшпандай қудым неге дейді. Ноянымды қас дұшпандай қудым неге дейді. Майысып ноян қалқам еркем марқам, қасқайып қарсы алдымда тұрдың неге, бауырыма тас жүрегім жібемеді ау, бір ата бір анадан тудым неге, салдырып шіріп қалғыр саусақтарым, қанымен өз қозымның жудым неге, күнәсіз екі жасты өлтіргенше өлмедім ішіп уын удың неге дейді. Удың уын? Иә, анау удың уы да. Ең қатты у. Ең улы у ма? Иә. Сол соған тоқталмайтын жарсың. Қараса оның үстіндегі сөздер не деген? Удың уы деген. Батырбаян Кітапхана болды. кеш боп қапты дейді, өзі 5-ның уақытысынан. Тұрым жинауы кеттік. Сен түріңді жинау үшін бүлдізермен сүру керек жан-жағынан ше. Иә, сенің түрің шашылып кеткен уже. Мына жақтан жинап бүйтіп Жалпақ күрек керек. трамбок жасап, үстін басып, біраз нәрсе жаса, реставрация жаса керек түріңе. Қазір үлгере алмайсың, осы түріңмен тыңдай бер. Уақыт жоқ. Сонымен Уақыттың уақыты жоқ. кешке дейін жылап отырды дейді. Сол жерде. Сол жерде. Сонымен өзі сол жерде қанжарымен көр қазып, екеуін сол жерде жерлеп, мына поэмада тіке сол жерден жаңағыдай Абылай ханның ордасына тартты дейді. Батырбаян. Батырбаян. Анда күтіп отыр ғой бұны. Күтіп отыр ғой. Сол сәт қой мынау. Сол сәт, иә. Ой. Ал романда Есенберлинде үйіне барып 3 күн жатып алды дейді, далаға шықпай. Одан кейін барып аттанды деп Мынау да айтады. мүмкін сияқты. Мынау енді бұл сәл Мағжан ағамыз жақындау болып тұр ғой сол тарихқа. 100 жыл, бір ғасыр ары. Енді білмеймін, Аллаға аян, бірақ енді мынау шындыққа жақын шығар деп ойлаймын. Сөйтіп сол жерден тартты дейді Батырбаян. Тартып келген күйі Абылайдың алдына келді деді ғой. Кешіріңіз кешіккеніме деді. Абылай да ананың түріне қарап, бір нәрсе болды. екеуі бір-біріне қарап ұзақ тұрды дейді ана жерде ше. Абылай хан күтіп отыр ғой соны. Иә, күтіп отыр, иә, ұзақ қарап. Үлгерді ғой тұрды. Батырбаян. Иә, Батырбаян келді да жалпы қысқа айтады. Айтса салайын, былайша айта салайыншы. Қысқа айтады, жалпы мен Алаш жұртында бұрын соңды болмаған бір үлкен бір өрескел қателік, өрескел қылмыс жасадым деп айтады ғой сол жерде. Қысқа жеткізеді енді Батырбаян. Өзі сөзге де жақсы екен ол кісі. Хамеке Абылай хан да біліп отқан сияқты ғой не болғанын. Иә, ол бекерден бекер емес екен, біліп отыр. Жалпы бөгенбайлар да Қайранерге бірдеңе болды ма екен деп адам жібереді, ауылында жоқ. Ол анақта жүр жаңағыдай. Сол не болғанын естіп отқан сияқты деген. Сөйтіп неңіз беріңіз, жарлығыңыз беріңіз, ертең азанда қанды қанмен ғана жуып кетірем дейді ғой Батырбаян. Сөйтіп та ертесіне азанда
аттан деп не жариялайды, бүкіл қалың қол сол неден Барқыт белді жағалай отырып бергі мына ілеге дейін келді дейді. Сол жерде келген кезде жаңағы Үсен мен Серен Ұса мен Серен Қонтайшы екеуі елші жібереді ғой. Болды, біз кетіп бара жатырмыз. Жақсонда дей ма? Жақсонда дей ма? Иә, біз сіздердің жерлеріңізді босатып кетіп бара жатырмыз. Бізге бір күн ғана уақыт беріңіздер. Ертең бүгін кеш не дейсің? Жиналып жатырық деген. Иә, жиналып жатырық. Сізге анау бақырдың астында сый-сияпатымыз бар, арнайы беретін арнайы біздің сұлуымыз бар, басқа андай жақша деген бірдеңелеріміз бар. Соны тастап кетеміз дей ма? Қазір сыйға тартамыз. Сіздер сәл бізге уақыт беріңіздер, біз соны сіздерге сыйға тартып, сосын жерлеріңізді босатып кетеміз дейді ары қарай. Сонымен ертесіне бір күн сұрай ма? Бір күн сұрап. Бір күн сұрайды. Сонымен осы нәрсені айтып келген кезде Абылай хан жарайды деді ғой, күтсек күтейік. Алдап қайда барар дейсің деген кезде Батыр Баян орнынан атып тұрады ғой, Абылай ханның алдына келеді. Бұл қалайша деп. Енді келіп енді осылардың сөзіне сенгіңіз келді ма деп. Сол кезде енді Абылай хан бір сөзін қайтып алмайды дейді да ол. Басқаларда ана Батыр Баянның бүйтіп сөз алғанына бүйтіп қалды, бекер қылды деп. Бұрын соңды ешкім бүйтіп Батыр Баянның өзі де бүйтіп Абылай ханға қарсы келмеген екен. Бағанағы ашу ғой енді тұр. Иә, бәндегі нәрсе тұр, кек тұр. Сөйтіп Абылай хан бәрібір не қылмайды, жоқ күтеміз дейді. Сөйтіп ертесі болады, бір күн өтеді. Анау жаңа елшілер келмейді, әкеп береміз бірдеңе дегендер келмейді. Сөйтсе барып неғылса қатты ұзақты жүрмес, уже қашып кетті жаңа анау нелер. Ұса мен Серен нелері, Қонтайшылары. Кетіп қалған бірақ шынымен. Қашып кетті ана өзеннің арғы жағына. Сонымен Абылай хан сол кезде де айтады. Абылай хан айтады ғой, қайтамыз дейді. Болды. Осы кезде ана сөз шығады ғой. Ар жағында қалың Қытай тұр. Ол Қытайға біз оларды қазір қуып барсақ, ар жақта Қытаймен қақтығысып қаламыз. Бізге саяси тұрғыда Қытаймен қақтығыспай қоя салу керек көп тұр деп айтады. Тыныш қайту керек. Иә, тыныш қайтайық деп қайтамыз дейді, кері қайтамыз деген кезде Батыр Баян тағы да Абылай ханға айтады ғой, сонда сіз аналар сізді алдап кетсе де осылай алданып қайтып кете береміз ба деп. Қалайша бұл? Сол жақтан келіп тұрып бір шаппаймыз ба біз? Бар ой шабу болып тұр ғой. Иә, болды ғой бұндай. Дарабозда да болды. Сол жақтан келіп соғыспай кетеміз ба деген нелер болды ғой. Қанша жақтан келдің сен де айтасың оны мысалы үшін. Бірақ енді қанша жыл соғыстан әбден арыған ана жерде батырлардың өзіне де бейбіт болса бейбіт жағында құптап тұр да көбісі. Аман қайтады бәрі. Жарайды мақұл, енді олардан келетін қауіптің толығымен жоқ екендігін Абылай да біліп тұр негізі. Енді ары қарай Қытайлардан келмесе жоңғарлардан қауіптің жоқтығы көріп тұр, біліп тұр, сеніп тұр. Бірақ барлығы қайтқан кезде Абылай хан өзіне жақын деген 100 сарбазды алады дағыны артынан қуады ғой аналарын. Артынан қуады, сол кезде Батыр Баян. Жанатай батыр бар қасында, өзінің әрі досы, серігі. Сонымен барып қалың қалмақтың ортасына кірген кезде артынан қуып барып кірген кезде Абылай ханның ешқандай несін рұқсатынсыз. Енді қарасайшы, Абылай ханда не ғой, жаман қатыгез ғой. Ана сол жерде ана 100 солдаттың 100 әскердің бәрі жоқ болып кеткенге дейін жібермей тұрды ғой жақтағылар. Сөйтіп ең анау бірінші келген кезде қатты қырып жіберді дейді енді аналар. Батыр Баяндар ашумен келіп тұрып қатты қырып жіберді дейді жоңғарларды. Сол кезде мына дөңде қарап тұрған жаңағы Ұса мен Серен енді көптің аты көп жайлап аналар жеңе бастайды. Сол бір орынтал сәттердің бірінде Батыр Баянның арқасынан келіп тұрып найза ұрған кезде Батыр Баянның ай хайуан жоңғарлар ай осындай айуандықтарын қоймадыңдар ғой арттан келіп ұратынды деп. Ол батырға тән қасиет емес екен да. Именно батырға олай жасамау керек екен да негізінде ше. Батырға арттан келіп. Бетпе-бет. Иә, бетпе-бет еркекше, батыр мен еркекше. Осындай қатындықтарыңды қоймадыңдар ғой сендер деп. Демек, значит, болған алдында да ондай нәрселер. Сол кезде жаңағы қатты еніп кеткен найзаны шығарып тастап, сол өзінің неған жоңғардың басын ұрып үлгерді дейді, шауып ше. Ал неде Есенберлинде оны басқа бір батыр шапты, Жанатай шапты деп айтады. Несі? Соны басын шапқан кезде Жанатайға да оқ тиеді да, ол сол жерден атынан құлап бара жатқан кезде Батыр Баян оны жерге құлатпаймын деп қағып алады да. Жерге құлатпаймын деп қағып неғып жатқан кезде оған тағы да қылыштар келіп жан жақтан тиеді ғой, жан жақтан. Сол бір сәтте ол
Абылай ханның ашулы жүзін көрді деді ғой. Абылай хан да кеп қалған екен де жақындап. Сол кезде ашулы жүзін көрді деді Абылай ханның. Одан кейінгісі есінде жоқ. Одан кейін тек қана ноянмен жаңағы сұлу ару қол бұлғап көке деп шақыра берді деп айтады. Дәл бір осындай талқысып жатқан бір кезеңде жоңғардың бір батыры келді да кімнің Батыр Баянның басын шауып алды дейді сол жерде. Сонымен басын алып ары қарай жоңғарларды ары қарай қашып кетті дейді, қашпағаны қалды дейді. Ал Батыр Баянның денесін адам баласы аяушылық жасамаған денесін сол жерде сары даланың сары құмы құшақтап жатты деп айтады, келісіреді. Ал неде жаңағы енді анау төбеге найзамен көтеретінді енді ол кино қызық болсын деп солай жасаған шығар. Бұқа деген батыр болған екен кезінде. Бұқа. Мына не жақтарда осы Тарбағатайдың бауырында, Барқытбел жақта. Сол Бұқа батыр дәл сондай бір нені күзетеді екен үнемі. Бір жоңғар қақпасы сияқты жер ғой. Сол жерде ар жақтан жоңғарлар кіріп кетпесін деп жалғыз ауылын не қылады екен, күзетеді екен. Сол кездерде бір көп жоңғарға кездесіп қалып сол жерде біраз соғысаттағын ақырында жаңадай ту сыртынан найза тығып, сонымен барлығы найзалап төбеге көтерген кезде Бұқаның әлі жаны бар. Сол кезде төбесінен қарап айтқан сөзі бар. Ең хит сөз қазақ тарихында осын. Әр батырға айтады осы сөздерді. Әр батырға бірақ сол Бұқа батырдікі екен сол сөз. Өліп бара жатсам да төбелеріңнен қарап тұрмын ғой деп. Жоңғарларға ше әдемі кетіп осылай айтқаны бар. Ол Бұқа батырдың тағдырында болған оқиға. Ол Батыр Баянға қатысы жоқ. Қана кинодағыдай. Енді кино қызық болсын деп соны алып жіберген шығар ана жерде. Сонымен Батыр Баян осылай өмірден өткен екен. Бұл Батыр Баянды Абылай хан ерекше жақсы көрген екен. Бұның соғыстағы қимылы ерекше болған екен ғой. Қамай поэма өйстіп біте ма сонда? Поэма осылай бітеді. Поэма осылай біткенде мына жерде алайда Абылайдан сескенген соң жөнелді ертеңіне Қытай қауып дейді жаңағы жоңғарлар айтып жатыр. Алаштың ардагері Батыр Баян бір қырда қала берді топырақ қауып, жаудан да мейірімді боп жылады жел, күңіреніп ерденесін құммен жауып, іленің толқындары әлі күнге айтады ерге жырау ауық дейді. Сонымен мына жерде былай қорытындылайды Мағжан Жұмабаев. Қалай мына өте үлкен нәрсе жатыр мына жерде қараш. Ерлерді ұмытса да ел дейді. Ерлерді ұмытса да ел сел ұмытпас. Ерлерді ұмытса да ел жел ұмытпас. Ел үшін жаннан кешіп жауды қуған, ерлерді ұмытса да ел шөл ұмытпас. Ел жауын зерттеп өрт боп тынбай жортқан, ерлерді ұмытса да ел бел ұмытпас. Ел үшін төккен ерлер қанын жұтқан, ерлерді ұмытса да ел жер ұмытпас. Арқаның, қарай енді қорытындылайды, арқаның селі, желі, шөлі, белі ерлерді ұмытпаса, ел де ұмытпас дейді. Мен риза болдым ше Мағжан Жұмабаевқа. Мен қатты бүйтіп ішіне кіріп оқымаған екен бұл кісіні, жаңа өлеңдердің арасындағы шумақтарын оқып болмаса ше, жүре оқыған болмаса. Мына жерде қалай әкеп тұр? Өте қиын замандарда жазылған ғой бұл ана жерде. Бұл кітап өлеңнің өзі. Жырдың өзі. Осылай Батыр Баянның кішігірім оқиғасы осылай екен. Оның көптеген нелері Шоқан Уәлихановтың жазбаларында көп кездеседі екен. Осы Батыр Баян жайында біраз деректер. Одан кейін тағы да біраз тарихшылардан келеді екен. Мен өзімді білмеймін, Батыр Баянды қатты жақсы көремін. Әйтеуір осы тарихи кітаптардың ішінде Қабанбай жайында дарабозды оқып жатсам да Батыр Баянды жақсы көремін. Оның ана нелері, көшпенділерді оқысаңыздар да ішінде Батыр Баян. Ана Қытайға тиетін жері бар ғой. Қытайға тиетін жер. Ал неде көшпенділерді Батыр Баянның өлімін бұлай әкелмейді. Поэмада осылай әкеліп тұр. Көшпенділерді түнгі 4-те Қытайға тиеді. Ал дарабозда Қабанбай тиеді ғой таңертең. Енді сәл-сәл екі-үшті сондай көзқарастар бар, енді тарихта оны анығын Алла біледі. Түнгі сағат 4-те келіп шабады Қытайларды. Сонымен жаңағы азанға дейін не болады тағыны, сол жерде Қытайдың несінен оққа ұшады ғой, мылтығына. Сол жерде өлді деп айтады неде көшпенділерді. Бірақ мен мынаған шындыққа қатты ұласатын сияқты мынау. Поэма. Сенімдірек сияқты. Эмоция бәрі бар да, не үшін кішкене бір жауаптар бар, ашу, ыза. Жан дүниені жақсы шығарған ғой, ішкі сезім. Одан кейін бір нәрсені ұмытып бара жатыр екен.
бір нәрсені ұмытып болған өте бұл жерде сіздерге айтуым керек, оқуым керек. Енді қараңыз, бұл жерде жаңа біздер айтып жатырмыз ғой, өзі Жолдыөзек деген жерде болған екен. Бұл Жолдыөзек деген жерде болған оқиға екен, жаңа Ноян мен нені өлтіретін жер. Ол бір Жолдыөзек сондай міне Атығай қоныс салған Жолдыөзекке, құнарсыз ащы татыр сорлы өзекке, Жолдыөзек жолсыз өзек құтсыз отсыз, алдымен жауда салған қолды өзекке де өзі бір қанды өзек деп сондай бір қаралы оқиғалар көп болатын жер екен ол. Бермудский треугольник сияқты ма? Мына жерде бір не үшін бұлай болды екен дейді ғой ол. Кімнің өзі ше? Батыр Баянның өзі ма? Батыр Баянның өзі. Мен сәл өзін жұбатқандай болады ғой. Бұны мен Алаш үшін істедім. Алаштың намысы үшін істедім. Алаш Жақсы айтыпты. Өз қояса. Жақсы екен мына жер. Өзі үшін бе? Бүйтеді, бұл жерде Алаштың намысынан да жоғары болып тұрған ана қызға деген ғашықтығы болды дейді. Ноянның ба? Ол ана қызға қатты ғашық болып қалған еді дейді Батыр Баян. Соны өзі мойындап тұр ғой, ол өзі соны мойындап тұр ғой, ел үшін, елдің намысы үшін. Ол да бар ғой, бәрібір ол намыс та бар, бірақ анау қызға деген махаббаты да жоғарырақ тұрды деп осы Мағжан Жұмабаев солай айтады соны. Білмеймін, Хамеке, бұл тарихи болған оқиға ғой енді, Батыр Баян барлығы. Иә, Батыр Баян поэмасы енді поэма ғой енді. Жалпы болған оқиға ғой. Болған оқиға болу керек енді. Негізделген ғой. Енді ештеңе түйіндеп айта алатындай жағдайда емеспіз деп ойлаймын. Оның үстіне бір қай-қайдағы біреу емес, Мағжан Жұмабаев жазып тұр. Иә. Бәрін анық жеткізді. Маған ұнамаған жерін айтайыншы, мен білмеймін, ішімді қайып кетпесінші. Енді інің ғой, туған бауырың ғой. Сәл сұраса да болар ма еді деймін, тілдессе, мәмілесе. Соны өзі де айтады ғой, соны жаңа ана жерде. Неге бірден ата салмай ше. Соғой кейін оны өзі де түсінбей қалды ғой, жаңа ана мен не қалдым ғой ана. Тура осы сенің осы сұрағыңа жауапты жаңа өлеңмен соны жеткіздім ғой. Неге көрік соқыр болып қалмадым, неге мына қолдарым қалтырап қалмады деген сияқты айтады. Ол көзін ештеңе көрінбей қалды. Ана үйден шыққан кезде ана ауылдың үлкендері келіп айтты ғой. Сол үлкендері де бүйтіп кішкене иә, сәл енді қарап тұрсаң ана жерде олар айтпаса да Батыр Баянға да айта алмайтындай адам сияқты ол. Оған барып басу айта алмайтын сияқты ешкім ше. Жоқ, жаңағы інің жұмсақ жеткізу керек еді. Деп одан сайын деп кіріп келді ғой енді. Ойсы ұйқыдан тұрып отырсың да. Дақпен ояндың ба? Дақпен ояндың да. Бірақ бір жағынан Батыр Баяндікі дұрыс та сияқты көрінеді маған. Батыр Баяндікі дұрыс қой бұл жерде, қай тұсынан қарасаң да. Өйткені ол батыр ғой ол. Ол анау жауына қарай қашып бара жатыр ғой. Кеше ғана әкелген қызбен бірге кәдімгідей қашып бара жатыр, ол серуендеп жүрген жоқ. Ол туралы анық біліп отыр. Ол кезде жеріне қашып бара жатыр. Туған інісі. Елді бірінші орынға қоятын кез ғой ол. Үлкен Алаш жұртына жасаған сатқындық болып тұр ғой бір жағынан, бәрібір. Сосын ары қарай Хамеке, мен ойым Абылай ханды тыңдамай, рұқсатын алмай жоңғарларға шауып кеткені өзі де өліміз деген сияқты ғой. Тура оны Ноянда түсінді ғой, жалпы ана Батыр Баян артынан келе жатқан кезде. Бұл жерде Батыр Баян ештеңе ойлаған жоқ. Айтып жатырмыз ғой, ақыл қалды сол жерде. Ол өзі де айтып отыр ғой. Ақылды неге тастап кеттім мен сол жерде? Неге үйден оқ жыландай атылып шықтым деп, неге садақты алдым сол жерден деп. Кім Батыр Баян өзі зарланып жылады. Қыздың қарғысы бар ау. Иә? Қыздың ана неде? Басында. Тура сөйтіп айтады. Неде соны айтады? Көшпенділер де сол жеріне тоқталып айтады. Қыз ыңырсып әлі бірден өлмеген екен ол. Сол анау еңіреп жылап отқан Батыр Баянды көрген кезде бір көңілі орныққандай болды қыздың деп айтады соны. Ауыр екен. Жалпы өте Хамеке поэма әкеп тұрыңызшы. Өте күшті екен. Құдай қаласа. Оқып тұрыңызшы поэмаларды да. Өлеңдерімен барасың. Иә, әдемі. Сабақтастырып күшті айттыңыз бүгін. Мақұл. Қымбатты көрермен, біздің тұрақты көрермен Мағжан Жұмабаев шығармалары. Енді мына кітапты оның ішінде Шолпанның күнәсі бар. Ой, күшті кітап екен. Оқыңыздар, міндетті түрде алыңыздар. Қасым кітап баспасында болу керек. Иә, бар екен, Батыр Баян бар екен. Міндетті түрде алыңыздар, оқыңыздар. Хамеке, таңдауыңызға бүгінгі тағы да рахмет. Айту шеберлігіңізге үнемі тәнті болып қала берем осы жерде. Не деген адамсыз? Батыр Баян сияқтымын ба? Сіз Батыр Баян Ерекең ініңіз ғой. Батыр Баян не істеді? Жарайды. Иә.
бір жоңғардың қызына таласып қалып жүрмейік екенбіз. Құдай сақтасын. Білмеймін. Бітіре бер. Сіз бірақ ана батыр баян сияқты бүйтіп көреміз демейсіз. Жоқ, бермеймін дейді сияқтысыз. Нақты. Ұрсып па? Құршы бар еді. Барай. Негізі сол жерде шешіп тастауға болатын еді. Өзіміз енді жеткенде. Рахмет, сау саламат болыңыздар. Кітапхан бағдарламасы. Лүпіл басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, барлығы өз қолдарыңызда.